Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін сабақта 2-ші сыныпта игерген өлчем туралы тарау бойынша өздеріңнің не үйренгендеріңді бағалайтын боласыңдар. Өздеріңді бағалаңдар. Бүгін сабағымыздың тақырыбы өлчем екен. Енді өздеріңді бағалаңдар. Ол үшін дәптерлеріңді дайындап, дәптерлеріңе сынама жұмыс болғандықтан тапсырмаларды нөмірлейміз. Оны тапсырма орындайтын боламыз. Тапсырма 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1-ден 6-ға дейінгі төмен қарай тізіп жазайық. 7, 8, 9, 10 тапсырмаларды жазып орындайтындықтан уақыт жоны ашып қоя тұрыңдар. Бірінші тапсырмада А, Б, В, Г деген жауап нұсқасы берілген. Жауаптардың қайсы дұрыс болса, бірінші санның артына әрпін жазасың. Мысалы, 1-дің Г-сі дұрыс жазған болсаң, соның артына жұлдызша қоятындай ашып қоямыз. Осылайша 6-ға дейін нөмірлеңдер. Келесі 7-ші тапсырмаға да есеп шығаратын ашып қоямыз. Онан кейін 9, 8, 9, 10 тапсырмаларды астына жазамыз. Есепті шығарғаннан кейін тағы жұлдызша қоямыз. Жетінің артына әріп жұлдызша қоятын ашық. Дәптерлерін осылай орындайсыңдар. Экранға назар аударыңдар. Бірінші сынама. Қайсысы ең кіші өлчем бірлігі? Алғашқы әрпін дөңгелектеңдер. Алдыңғы А дециметр, Б миллиметр, Б метр, Г сантиметр. Дұрыс жауабы Б немесе миллиметр. Дұрыс орындаған болсаң, өздеріңе жауаптарың дұрыс болса, өздеріңе бір жұлдызша мен бағалаңдар. Сынама 2. Дұрыс жазылған сөйлемді тауып, алдыңғы әрпін дөңгелектеңдер. А 50 сантиметр 5 дециметрден көп. Б 50 сантиметр 5 дециметрден аз. В 50 сантиметр 5 дециметрге тең. Дұрыс орындаған болсаңдар, дөңгелектеңдер. Жауаптарың дұрыс болса, дұрыс жауабы Б 50 сантиметр 5 дециметрге тең. Жауаптарың дұрыс болса, жұлдызшамен бағалаңдар. Үшінші сынама. Нүктенің орнына тиісті сөзі табыңдар. 8 жастағы баланың бойының ұзындығы шамамен 128 болады. 28 не болуға болады? А-сында километр, Б-сында сантиметр, В-сында метр, Г-сінде миллиметр. Дұрыс жауабын табыңдар. Тауып жазыңдар.
Жауаптарың дұрыс жауабы B немесе сантиметр. Жауаптарың дұрыс болса, жұлдызшамен бағалаңдар. Сынама 4. Төртінші сынама. Жауаптарың дұрыс бол. Нүктенің орнына тиісті сөзді табыңдар. Ұлан Батыр қаласының ең биік құрылысы 136 болады. 136 не болуға болады? А. Километр. Б. Сантиметр. В. Метр. Г. Миллиметр. Дұрыс жауабын жазыңдар. Дұрыс жауабы Б немесе метр. Жауаптарың дұрыс болса, өздеріңді бесбұрышпен бағалаңдар. Жұлдызшамен бағалаңдар. 5-ші сынама. Нүктенің орнына тиісті сөзді табыңдар. 8 жастағы баланың салмағы шамамен 30 болады. А. Килограмм. Б. Грамм. В. Тонна. Г. Центнер. Дұрыс жауабын жазыңдар. Дұрыс жауабы А немесе килограмм. Жауаптарың дұрыс болса, бір жұлдызшамен бағалаңдар. 6-ші сынама. 4 литр су сыйымдылығы неше литрлік ыдысқа құйылған? Суретке назар аударыңдар. А. 5 литр. Б. 9 литр. В. 6 литр. Г. 7 литр. Дұрыс жауабын табыңдар. Дұрыс жауабын молмен сәйкестіріңдер. Дұрыс жауабы А немесе 5 литр. 5 литрлік ыдысқа 4 литр су құйылған. Жауаптарың дұрыс болса, өздеріңді бір жұлдызшамен бағалаңдар. 7-ші сынама. Таразы басы теңестірілетін қорапшаны табыңдар. Қызыл қорапша 35, салмағы 35 килограмм, келесі жағындағысы 19 килограмм салмақты қорапша. Сары түсті қорапша бар екені белгісіз. Өңді қорапша неше килограмм дегенде табамыз. Оны ойлау керек.
қалай есептегенімізді сәйкестірейік. 35 килограммнан 19 килограммды аласың. Дұрыс жауабы 16 килограмм. Б немесе 6 килограмм деген дұрыс жауап екен. Өздеріңді жұлдызшамен дұрыс бағалаңдар. 8-ші сынама. Сағат неше болды? Бұл аналог сағат. Аналог сағатты дижитал сағатқа айналдырып жазыңдар. А сағаты таңертең кешке. Б сағаты таңертең кешке. Неше сағат болғанын жазамыз балалар. Экраннан дұрыс жауабын сәйкестіріңдер. А сағаты таңертеңгі 9 сағат, кешкі 21 сағат. Б сағаты таңертеңгі 10 сағат 15 минут, кешкі 22 сағат 15 минутты көрсетеді. Мынаған сәйкестіріп орындаған болсаңдар, өздеріңді жұлдызша, 2 жұлдызшамен бағалаңдар. 9-ші сынама. Берілген бейненің айналасының ұзындығын сызғыш керектенбей есептеңдер. Дәптердегі 2-4-5-тің арасын 1 см деп есептейміз. Қалай есептегенімізді мұғаліммен сәйкестірейік. Алғашқы қатарда 1, 2, 3, 4 см. Сол қол жағымызда 3 см. Төменгі қол жағымызда 3 см. Оң қол жағымызда басында 1, 2 см, 1 см, 1 см. Айналаның ұзындығы қанша болғанын тегістіріңдер балалар. А жауабы 12 см, Б жауабы 14 см, В жауабы 10 см. Қайсысы дұрыс балалар? Дұрыс жауабы Б немесе 14 см. Бейнелердің айналасының ұзындығын дұрыс тапқан болсаңдар, өздеріңді 2 жұлдызшамен бағалаңдар. 10-ші сынама. Балаларға арналған кино 17 сағатта басталып, 2 сағаттан соң аяқталған болса, неше сағатта аяқталады? А, Б, В. Сағат нешені көрсетеді?
жауабын сәйкесірек. Оны есептеу үшін 17 сағатқа 2 сағат қоссаң 19 сағат деп есептейміз. 19 сағат. Бұл жауабы 19 сағат екен. Осылайша есептеген болсаңдар, өздеріңе 2 жұлдызша беріңдер. 11-ші сынама. Анха 500 төгірікке балмұздақ, 300 төгірікке чегенпит алды. Анха сатушыға 1000 төгірік берген болса, неше төгірік қайтарып алады? Есепті жақсылап ойланыңдар. Қалай дұрыс есептегендеріңді мұғаліммен сәйкестіріңдер. Анха балмұздақты 500 төгірікке алды. Чегенпитті 300 төгірікке сатып алды. Екеуін бірігіп неше төгірікке сатып алды? 500-ге 300 қоссаң 800 төгірік болады. Анха сатушыға 1000 төгірік бергендіктен неше сомын қайтарып алады? 1000 төгіріктен 800 төгірік тасаң 200 төгірік қайтарып алады. Дұрыс жауабы Б немесе 200 төгірік. Дұрыс орындаған болсаңдар, дәптерлеріңе 2 жұлдыз жазсаңдар. Өздеріңді қалай бағалағандарыңды, өздерің есепті қалай орындағандарыңды бағалайық. Барлық қанша 5 бір шалғандарын санап белгілеңдер. Маған көмек керек. Біз санын жазыңдар. Қалай шығарғандарыңды өздеріңді бағалаңдар. Өздерің есепті қалай орындағандарыңды бағалайық. Барлық қанша 5 бір шалғандарын санап белгілеңдер. 0-4 жұлдыз жасаңдар, маған көмек керек. Қалай шығарғандарыңды бағалайық. Барлық неше жұлдыз оны санап санын жазыңдар. Бұл оқу жылында өлшем туралы үйренген 4 жұлдыз алған болсаңдар, маған көмек керек. Оқу жылында өлшемді қалай үйренгендерді қайта еске түсіреміз. Шешек, әкең, мұғалім немесе әкең ағаңнан көмек алу керек. Сабақты қайталап сұрап алу керек. Бізден 8 жұлдыз алған болсаңдар, сабақты қайталау керек.